Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Ақпаратты қорғау және ақпараттық қауіпсіздік пәнінің онлайн сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы зиянды бағдарламалар мен олардың жіктелуі. Бүгінгі сабақта біз компьютерлік вирустар, олардың түрлері мен жіктелуін, вирустардан сақтану, қорғану жолдарын үйренетін боламыз. Компьютерлік вирус өздігінен көбеюге қабілетті арнайы программалар. Ол компьютер жадысында сақталатын программалар мен файлдарды құртуы, жоюы және компьютерде істен шығаруы мүмкін. Ол компьютерге пайдаланушының рұқсатынсыз зақымдалған дисктер немесе флеш жады арқылы зақымдалған файлдармен бірге түсуі мүмкін. Ішінде вирусы бар программа зақымдалған программа деп аталады. Вирус басқа программаларды тауып зақымдайды. Олардың қалыпты жұмыс жасауына кедергі келтіреді. Вирустар қайдан пайда болады? Ал сол сұраққа жауап беріп көрейік. Оларды білікті мамандар басқа бәсекелес фирмаға зиян келтіру үшін қызғаныш, зиянкектік оймен жасайды. Компьютерлік вирусты ең бірінші рет 1989 жылы американдық студент Моррис жіберген. Осының салдарынан көптеген компьютерлер істен шыққан. Ел экономикасына айтарлықтай зиян келтірілген. Компьютерлік вирустар интернет желісі, сыртқы тасымалдаушы құралдар арқылы жұғады. Енді осы вирустардың түрлерімен және олардың зиянкестігімен танысайық. Мекендеу ортасына қарай вирустарды былай бөлуге болады. Олар файлдық вирустар, екінші жүктейтін вирустар және үшінші макровирустар. Файлдық вирустар. Файлдық жүйені қолданады. Файлға жұққан вирустар өзі сияқты файлдардың бәрін зақымдайды. Екінші жүктейтін вирустар дискілердің оқылатын, орындалатын бөліктерінде болады. Негізгі жүктейтін жазбаға немесе жүктейтін секторға вирус жұқтырады. Операциялық жүйеге. Үшінші макровирустар. Word құжаттары және Excel электрондық кестесі құжаттарына вирус жұқтырады. Вирус жұққан құжат файлды ашқан кезінде орындалады. Компьютерлік вирус түрлері. Олар желілік құрттар, трояндық программалар, тыңшы шпиондық программалар және мобильді вирустар. Желілік құрттар қатты дискте компьютер жадында көбейетін және желі арқылы таралатын вирус. Құрттардың басқа вирустардан ерекшелігі сол. Олар арнайы зақымдаумен шұғылданбайды, тек өзін көбейтеді, сөйтіп жадты толтырып тастайды да компьютердің жұмысын күрт тежейді. Алдымен желі арқылы вирустың басы келеді де, кейін денесін де сол желіден тартып алады. Сондықтан бұл вирусты желілік құрт деп атаған. Трояндық программалар. Кез келген қолданбалы программаның ішіне жасырын түрінде жіберілетін зиянкес программа. Қолданбалыны орнатқанда компьютерге жасырын орнығып алып, өзінің зиян мақсаттарын іске асыра бастайды. Компьютерге нақты зиян келтіру, құпия мәліметтерді ұрлау, бұзу немесе жою, компьютердің істен шығару немесе одан да басқа зиян мақсаттарда пайдалану. Міне, сондықтан да трояндық программалар өте қауіпті зиянкес программаларға жатады. Тыңшы шпиондық программалар. Тыңшы программа spyware. Компьютерге рұқсатсыз
жасырын келіп орналасып алатын программа. Оның бірден бір мақсаты компьютерді толық өз басшылығына қаратып, үздіксіз аңдып, жеке құпия ақпараттарды ұрлау немесе жою. Бұл программалар компьютерге көбіне желілік құрттар, трояндар немесе жарнамалық программалар adware арқылы кіріп алады. Тыңшы программалар екіге бөлінеді: фарминг және фишинг болып. Мобильді вирустар бұл ұялы телефондарға жұғатын вирустар. Олар SMS және MMS хабарламалар мен Bluetooth каналдары арқылы таралады. Бұл вирустардың мақсаты да ұялы телефон иесінің жеке құпия мәліметтерін ұрлау және пайдалану, бөтен телефондарға халықаралық және ақылы қоңыраулар соққызу немесе SMS, MMS жөнелтіру арқылы пайда түсіру болып табылады. Бұл вирустардың ең көп таралғандары Kabir, Comware, Bredo және де Waiver болып табылады. Зақымдану түрлері бойынша вирустар резиденттік және резиденттік емес болып екіге бөлінеді. Резиденттік вирустар компьютерге жұққан кезде өзінің резиденттік бөлігін жедел жадыда сақтайды да, содан соң операциялық жүйені жаулап алады. Резиденттік вирустар жадыда болғандықтан олар үнемі жұмыс істеп тұрады. Резиденттік емес вирустар бұлар жедел жадыда болмайды, қашып жүреді, яғни уақытша ғана өмір сүреді. Вирустар зақымдану мүмкіндіктері бойынша мынадай топтарға бөлінеді. Олар зиянсыз, компьютердің жұмыс істеуіне кедергі келтірмейді. Қауіпсіз, бұлар дискідегі бос жадты кішірейтеді, графикалық дыбыстық эффектілерге әсер етеді. Қауіпті, бұл компьютердің жұмыс істеуіне елеулі кедергі келтіреді. Өте қауіпті, программаның жоғалуына қажетті құжаттар мен ақпараттар жоғалып кету, баяу жұмыс істеу, тіптен компьютердің істен шығуына әсер етеді. Компьютердің вируспен зақымданғанын дер кезінде білу үшін вирустардың пайда болуының негізгі белгілерін білу қажет. Компьютерге вирус жұққан кезде мынадай белгілері болады. Олар: бірінші, программалардың жұмысын тоқтату және жұмыс істемеу. Екінші, компьютердің баяу жұмыс істеуі. Үшінші, файлдар мен қапшықтардың жоғалуы. Төртінші, файлдардың өлшемдерінің өзгеруі. Бесінші, дискідегі файлдар санының кенеттен көбеюі. Алтыншы, компьютер жұмысындағы жиі тұрып қалулар және жаңылысулар. Компьютерді және файлды сақтау үшін пайдаланушыға компьютерлік вирустардан қорғанудың негізгі әдістерін білу қажет. Вирустарды табуға және жоюға мүмкіндік беретін программалар антивирустық программалар деп аталады. Осындай антивирустық программаларды жасаған орыстың атақты ғалымдары Лозинский, Мостов, Данилов, Касперский болды. Қазіргі кезде вирусқа қарсы программалардың бірнеше түрлері бар. Олар: детекторлар. Бұлардың міндеті вирустарды табу. Мұндай программалар қазіргі кезде көп қолданылмайды. Екінші, полифактар. Бұлар вирустарды табады және оларды емдейді. Өте қуатты полифак сканерлер Данилов құрған доктор Веб және Лозинский жасаған AIDS тест
программалары болып табылады. Бұлар вирустарды жақсы табады. Қазіргі кезде кеңінен пайдаланып жүрген Касперский жасаған антивирустық программа вирусқа қарсы бірден-бір сенімді программа болып табылады. Ревизорлар бұлардың міндеті программалардың каталогтардың компьютер вирус жұқтырмай тұрғандағы алғашқы күйін есте сақтау, содан кейін оның ағымдағы күйін алғашқымен салыстырып отыру. Мостов жасаған ревизор программа ADIF кеңінен танымал. Бұл программа ақпараттық тұтас сақталуын бақылауға және вирустардан қорғауға арналған. Компьютерлік вирустармен күресу үшін вирусқа қарсы программаларды тұрақты жаңалап отыру қажет. Ал құрметті студенттер, бүгінгі сабағымыз түсінікті болды деген ойдамын. Үй тапсырмасына сұрақтарға жауап жазамыз. Бірінші, компьютерлік вирус дегеніміз не? Екінші, вирустар мекендеу ортасы бойынша нешеге бөлінеді? Үшінші, зақымдану түрлері бойынша нешеге бөлінеді? Вирусқа қарсы қандай программа бар? Бесінші, антивирустық программалар нешеге бөлінеді? Алтыншы, қандай антивирустық программаларды білесіздер? Және де антивирус тақырыбына слайд жасап келу. Кері байланысты Жамбыл Типо сайтына тіркеп немесе WhatsApp желісі арқылы жіберулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар.